Қайырлы күн барлықтарыңызға. Бүгін үй жағдайында дәмді творожный пирог жасайтын боламыз. Керекті заттар: ұн, сары май, шекер, творог, бір жұмыртқа, разрыхтитель, ванилин. Қанша керектігін описание бөлімінде жазып кететін боламын. Ең алдымен сары майымыз бен шекерімізді қосып, жақсылап араластырып аламыз. Оның үстіне ұнымызды қосамыз да, оны да жақсылап араластырып аламыз. Осылай тесто дайындаймыз. Қамыр. Оның үстіне разрыхтитель қосамыз. Бөлек ыдысқа творогымызды салып алып, оның үстіне шекер қосамыз, ванилин және де бір жұмыртқа қосатын боламыз. Бірінші дайындаған қамырымызды осылай жайып шығамыз, оның үстіне творогымызды саламыз. Оның үстіне тағы да бірінші дайындаған қамырымызды жайып шығамыз. Міне, осылайша үй жағдайында қолжетімді әрі дәмді жұмсақ творожный пирог дайын болды. Барлықтарыңызға жасауға кеңес беремін. Видео ұнаса, лайк басып тіркеліп алыңыздар. Күн сайын жаңа рецепттер шығатын болады.